Байланыстан қурай, биылғы жаз тез өте шықты, я? Достарыңмен демалып, аптап-ыстықта балмұздақ жеп үлгердің бе? Иә? Жоқ. Ал егер мен саған балмұздақ бастапқыда қазір сен жеп жүргендей болмаған десем қалай қабылдайсың? Иә, ол мүлде басқаша болған. Бүгінгі шығарылымда сіздер балмұздақтың қалай пайда болғанын, неге мына ұшқыш таза ауа жұту үшін ұшақ айнасынан шығып кеткенін, және екі мемлекетті әп сәтте ғаламторсыз қалдырған кім екенін білетін боласыздар. Балмұздақсыз жазда елестету қиын. Адамдар оны тіпті қыста да жейді. Жұрт айтпақшы, тамағың ауырса балмұздақ же. Ха, өтті. Негізі бар ғой, балмұздақты бастапқыда тек Қытай императорлары ғана жеген. Иә, бірінші балмұздақ Қытайда ойлап табылған. Жалпы қай мезгілде ойлап табылған белгісі шамамен 4-5 мың жыл алдын. Барлығы былай бастау болған. Сол кезде билік еткен император Танг ыстыққа шыдай алмайтын. Сол үшін қызметкерлеріне күннің ыстығында салқындататын тағам ойлап табылуы бұйырады. Содан кейін кондитерлері билеушіге кәдімгі қармен араласқан туырылған тәтті жемістерді ұсынады. Бұл десерт императорға ұнап қалып, жүздеген жылдар бойы Қытайдың құпиясы болып сақталады. Жеміс мұздың рецепті алғаш рет қытайлық Ши Цин кітабында айтылған. Кітапты Конфуцийдің өзі түзеп шыққан деседі. Содан кейін рецепт Израильге, Македонияға жеткен. Олардың қолдарына қалай түскені белгісіз. Бірақ Александр Македонскийдің өзі балмұздақты сүйіп жеген деген жазбалар кездеседі. Ол үшін құлдарды сонау тауларға қар алып келуге жіберген. Ал аспаздар алып келген қарды жемістермен араластырып берген. Біздің дәуірімізге дейінгі 3 ғасырда балмұздақ рецепті ежелгі Мысырға жетті. Қазіргі заманғы медицинаның негізін қалаушы Гиппократ мұзды дәрі ретінде қолданып, салқындатылған десерт ағзаға пайдалы деп санаған. Біздің заманымыздың 1 ғасырында балмұздақтың танымалдылығы арта түсті. Себебі Рим императоры әрі қолбасшысы Нейронның бұйрығымен жеміс шырындары мен жеміс сусындары күн сайын үстелде ұсынылатын болды. Бұл кездегі балмұздақ дайындау әдісі ежелгі қытайлықтардан айырмашылығы болмады. Альпі мұздықтарынан алып келінген қарды жемістер немесе жидектермен араластырды. Таулардан алып келінген қар арнайы жертөлелерде сақталды. Жақсы сақталу үшін киізбен жабылды. Бұрын балмұздақ жеу осындай азап болды деп кім ойлаған, я? Балмұздақтың ашылу тарихы 1295 жылы жаңа тарауға ие болды. Атақты жазушы және саяхатшы Марк Поло қытайлықтар жемістерді қармен араластырып жатқанын бақылап, рецепті итальяндық кондитерлерге сатуға шешім қабылдайды. Бірақ бұл шербет секілді еді. Жергілікті кондитерлер рецепті жетілдіріп құрамына сүт қосты. Осы сәттен бастап балмұздақ итальяндық дворяндардың сүйікті десертіне айналды. Қытайлық әріптестері сияқты итальяндықтар да бұл рецептіні бірнеше жүздеген жылдар құпия сақтады. Алайда соған қарамастан балмұздақ жайлы Франция, Италия, Германия секілді басқа да елдер біле бастады. Бұл итальяндық Екатерина де Медичи француз королі Генрих II тұрмысқа шыққан кезде орын алды. Балмұздақ пен шербетті жақсы көретін патшайым оны келген қонағының барлығына сүйсіне ұсынды. Ал Екатерина де Медичидің немересі Мария әрқашан өзімен бірге балмұздақ жасайтын жеке кондитер аспазын алып жүрді. Кейінірек бірнеше ғасыр өтіп 1649 жылы Францияда Жерар Тирсен әлемге неаполитандық балмұздақ деп аталатын сүт пен кілегейден жасалған валендік десерттің рецептін ашты. Осылайша 17 ғасырдан бастап тек ақсүйектер мен императорлар ғана емес, қарапайым халықта балмұздақтың дәмінен ләззат ала бастады. Сізге бір сұрақ қойсам, ұшқышсыз ұшақпен ұшып көргенсіз бе? Жарайды, түймедейді түйеде етпей ақ қояйын. Бұл оқиғада екінші ұшқыш рөлді тізгіндеді. Ал бірінші ұшқыш, яғни капитан, борт сыртына таза ауа жұтуға шықты. Сосын оны құтқарып алған экипажы болмаса, өліп қала жаздады. Бұл да қорқынышты сияқты. Бұл төтенше жағдай ВАЗ 1-11 әуе кемесімен орын алды. 1990 жылдың 10 маусымы, жексенбі, күн бұлтты болып тұрды. Va-5390 рейсі Бирмингемнің халықаралық әуежайынан Малагаға кесте бойынша жергілікті уақыт 8:20-да ұшты. Әуе кемесінің командирі Тим Ланкестер бастаған экипаж күнделікті жұмысқа дайындалды. Бортта 81 жолаушы еді. Әуеге көтерілгеннен кейін екінші ұшқыш Аластер Атчинсон рөлді командирге ұсынды. Кенеттен қатты дауыс естілді. Ұшақта декомпрессия орын алды. Кабинадағы терезелердің бірі ұшып кетті. Нәтижесінде Ланкастерді креслодан шыққан ауа ағыны далаға лақтырып жіберді. Атчинсон орындығына қысылып қалды. Құралдарға зақым келіп жермен байланыс жоғалып кетті. Сол кезде кабинада болған стюардесса Нейджел Огден терезеге қалай жүгіріп барып Ланкастердің бейнін мықтап ұстап алды. Ұшақ алдыңғы әйнексіз ұшуды жалғастырды. Стюардесса Сьюзен Гиббис жолаушыларды тыныштандырып, қауіпсіздік белдігін тағуды өтінді. Ұшақ биіктігін тез жоғалта бастады. Бірақ Атчинсон барлығын бір қалыпқа келтіре алды. Ол апатты қонуды бастады және автопилотты қосты. Бұған дейін автопилот Ланкастер ұшып бара жатқан кезде соқтығысқаннан кейін өшіп қалған болатын. Содан кейін Атчинсон апат туралы сигнал берді. Алайда әйнектің болмауына байланысты екінші ұшқыш диспетчердің бұйрығын әрең естіді. Огденнің бұл уақытта жағдайы нашарлай бастады. Капитанды ұстау қиынға түсті. Содан кейін тағы екі қызметкер көмекке келді. Джон Хьюарт және Саймон Роджерс. Қызметкерлер терезеден қарап тұрған кезде капитан басынан қатты соққы алды.
және қозғалыссыз қалды. Барлығы оны жан тапсырды деп ойлады, бірақ жансыз денені де лақтыра алмайтын. Дене сол жақ қозғалтқышқа тисе, одан сайын жағдай ауырлай түсетін. Нейт жылдың қаншама тырысқанына қарамастан капитан далаға кабинадан тағы бірнеше сантиметрге сырғып кетті. Кабинаның сыртында қан іздері көріне бастады. Содан кейін қызметкерлердің бірі капитанның орындығына отырып стюардессаға өзін ремемен байлауды өтінді. Осылайша қонғанға дейін капитанның денесін ұстап отырды. Бұл уақытта оның бетіне -17 градус температурада жел соғып тұрды. Ақырында ұшақтың жылдамдығын төмендетіп, Атчинсон Лондонның әуе қозғалысы басқару орталығымен байланыса алды. Жерден екінші ұшқышқа Саутгемптонға қонуға ұсынылды. Бұл Атчинсонды ыңғайсыз жағдайға қалдырды. Себебі ол жергілікті әуежаймен таныс емес еді. Оған көмектесетін қағаз нұсқаулар мен басқа да құжаттар кабинадан ұшып кетті. Дегенмен Лондонмен салыстырғанда Саутгемптон жақын жерде орналасты. Қонуда қиындықтар болмады, бәрі де сәтті аяқталды. Жолаушыларды түсіру үшін тіпті апаттық эвакуация қажет болмады. Барлығы штаттық тәртіппен Трамппен түсті. Және әуежайда оларды күтіп отырған психологтарға жол тартты. Алдыңғы әйнек ұшып кеткеннен бері 22 минут өтті. Ұшақ жерге қонған соң лаңкестерді кабинаға қайта кіргізіп алды. Бір қызығы капитан жай ғана есінен танып қалыпты, бірақ тірі еді. Лаңкестердің тірі қалуы бір ғажайып деп саналды. Ол 600 км жылдамдықпен -17 градус температурада 22 минут ұшты. Белгілі болғандай ұшып кеткен әйнек ұшудан 27 сағат бұрын орнатылған. Тергеуде анықталғандай әйнек қатырылған болттардың кейбіреулері стандартты өлшемнен қысқа болған. Жұмыс орнында адам жетіспегендіктен ауысым менеджері әйнекті жалғыз өзі ауыстырыпты. Нашар жарықтандырылған қоймадан ол дұрыс емес жұқа болттарды қателесіп алып қойған. Сонымен қатар оларды қолмен бекіткен. Ол жұмысты өз бетінше аяқтап, ешбір ережелерге сәйкес қысымды тексермеген және қайта тексеруді өткізбеген. Басқаша айтқанда, бір адамның қателігіне 81 жолаушы көз жұма жазады. Соңынан компания кінәлі менеджерге қандай жаза қолданғаны белгісіз. Бүгінгі шығарылымның соңғы кейіпкері мына әже. Бұл әже Грузия және Арменияны бірнеше сағатқа ғаламторсыз қалдырған. Табыс табу үшін 75 жастағы грузиндік қарт бүкіл Армения мен Грузияның бір бөлігін ғаламтормен қамтамасыз ететін талшықты оптикалық кабельді зақымдап, нәтижесінде әйел екі мемлекеттегі интернет қолданушыларын бірнеше сағат ғаламторсыз қалдырды. 75 жастағы әже шығып тұрған кабельді көріп, оны кесіп алып темірге өткізген. Бах, екі елде ғаламтор жоқ. Соңынан сот істері басталды. Бірақ биліктегі адамдардың әжеге жаны ашып, барлық айыпты алып тастап, босатып жіберген. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Соңына дейін көргені үшін рахмет. Бұл жаңа формат. Егер ұнаса, міндетті түрде лайк басып, коммент жаз. Байланыста болған таң қорай. Жатарда сейіп жатыңдар. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.